сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ғазиза. Мен өзім негізі қызылордалық боламын. Астана қаласының тұрғынымын. Астанада тұрып жатырмын. Менің қазір 2 қызым бар. Үлкенім 2,5 жаста. Кіші қызым 1 жаста. Менің қызым 1 жастан бастап ауырды. 1 жасқа толғаннан бастап ауыра бастады. Пневмония болды, бронхит болды, асқазан, ішек құрылыстардан проблема болды, еще анемия болды, түнгі ұйқысы нашар болды. Енді менің қызым бір кішкентай қыз, 1 жасар қыз. Түнде мүлде ұйықтамаймыз. Ұйқымыз тыныш емес, түнде жөтеледі, құсады. Құса береді, сол жөтеледі, құсады, тек терлей береді. Енді ешқандай емін таппадық, қаншама аптекадан қаншама дәрілер алдық біз, қаншама ақшамызды желге ұшырдық, ешқандай дәрі көмектеспейді. Больницаға жатсақ тек укол салады. Сонымен үйге келеміз, сонымен қайтадан ауырамыз. Сөйтіп 1 жас 7 айға толған кезде мен уже Дора Маринді ести бастадым. Дора Маринға маған құрбым айтты. Құрбым өзінің балаларына береді. Ол құрбым тоже 4 баланың анасы. Сол құрбым арқылы мен осы Дора Маринға іздеп, Инстаграмнан тауып, отзывтарын оқи бастадым. Осы рас бекен, өтірік бекен. Бәрі шынайылығына, ата-аналар енді баласы үшін барлығын істейді, ешкім алдамайтынын білдім. Сосын заявка қалдырдым, осы 1 жас 7 айында үлкен қызым сол кезде. Сосын бірақ ол кезде алуға мүмкіншілік болмады. Сосын енді қызым ешқандай бір дәрі-дәрмектерден ешқандай көрмедім, плюс көрмедім. Сондықтан қызым қайта-қайта ауыра береді, қатты ауыра береді. Сосын осы 2 жаста толған кезде мен уже Дора Маринді алғым келді. Дора Маринге белбуын алуға. Сосын хабарластым Дора Маринға, ол кісілер маған бәрін түсіндіріп айтты. Еще бұл скидка бар екенін де айтты, қандай барлық мүмкіншілік жасалғанын айтты. Сосын мен алдым, 12 банкасын алдым, 4 ай іштік. 1 банка біз 10 күн іштік. Таңертең кешке үлкен қасықпен іштік, 2 қасықтан. Қызым мүлде ауырған жоқ, Құдайға шүкір. Ең бастысы жөтелі, түнгі ұйқысы, тершеңдігі басылды. Тершеңдігі басылғанына қуанып отырмын. Бұл шынайы екеніне мен кәдімгі көзім жетті. Ешкімге алданбай, алғаныма да өкінбеймін. Дора Мариннің менеджерлеріне рахмет. Барлығын хабарласып, жағдайымызды біліп, қай уақытта қалай ішу керектігін бәрін бақылап отырып бізді 4 ай бойы. Ұйқысы тыныш, құсуын тоқтатты. Үлкен дәреті өте керемет. Мен шын жүрегіммен Дора Маринға үлкен рахметімді айтамын. Осылай мен алғаныма өкінбеймін. Қызымның жақсы болғанына қуанып отырмын. Алыңыздар, өкінбейсіздер.